Инстаграмдағы алаяқ. Авторы Мейіргүл Оңғарова. 5-ші бөлім. Обалы не керек? Ақшаға сатып алған жарнамасы жұмыс істеп, жүздеген адам ағылып келе бастады. Сымбаттың қуанышында шек жоқ. Өзін сондай бір танымал, маңызды адам сезінді. Соншама адам Сымбатқа әр жерден хабарласып, қызмет құнын сұрады. Ол марафон жасаймын деген еді. Бағасын менеджердің айтуымен 10 000 теңге деп қойған. 10 000-ды қымбатсынды ма, әлде Сымбатты менсінбеді ме? Келген адамның бірде-бірі сатып алмай, әйелдің қуанышы су сепкендей басылды. Келген адамдар сұрап, қайта кетіп жатты. Сымбат бір адамға болсын өз қызметін өткізе алмай, 2 кредитпен отырған жерінде бармақ тістеп қала берді. Таз ашуын тырнадан алады. Сымбат менеджерге қайта-қайта хабарласып, бұл қалай болдыға басты. Менеджерде курс сатқан адам да жауапкершіліктен бастарын ала қашты. Біз өз уәдемізде тұрдық. Сізге адам әкеліп бердік. Сөйлесе алмаған өзіңіз. Біздің еш кінәміз жоқ деді. Сымбат: ол адамдар сіз әкеліп берген жоқсыз. Өзім кредит алып, ақшасын төлеп барып жарнама арқылы келген адамдар ғой. Сонда сіз 40 000 теңгені жарнама бер деген сөзіңіз үшін ғана алдыңыз ба? Ол сөзді кез келген адам айта алады. Мені тақырға отырғыздыңыздар ғой. Курс алдырып 1 кредитке тықтыңыз, жарнамаға ақша салдырып 2 тықтыңыз. Кішкене ұялсаңыздаршы, алаяқ екенсіздер ғой сіздер деп күйінді. Әлгі екеудің беттері бүлк еткен жоқ. Өзіңіз сөйлесе алмағансыз. Бізден неге көресіз? Өзіңіз тақылдап тұрсаңыз, келген 100 адамның 100-і де сіздің қызметіңізді алар еді. Өзіңіз лайық болмағансыз ғой деп, соңында өзін жаманат қылды. Сіздерден курс аларда неге айтпадыңыздар осы сөзді? Кез келген адамның тісі батпайтынын. Сатқанда бәледейсіздер. Бала шағамның аузынан жырған сол 40 000 әлі-ақ бір жерлеріңізді тесіп шығар, деді де жыламсырап, лып-лып еткен 2 жылпосты блокқа тастады. Блокқа тастағанымен мәселе шешілмейді. Енді қайтты. Қу басымай, қайдан ғана тап болдым. Қанша қарызға кірген санауға батылы бармайды. Шыңғыс білсе, не боларын бір құдайдан өзге ешкім білмейді. Сымбат Маржанды блоктан шығарып қайта хабарласты. Әлгі түк болмағандай сөйлесіп тұр. Маған берген уәделеріңіз қайда? Ойбай, аптасына 100 000 табасың дедіңдер. Менің ақшамды қайтарыңдар деді Сымбат.